Биыл көрнекті мемлекеттік және қоғам қайраткері, қазақ халқының ардақты азаматы, халқының адал ұлы, отанының патриоты Нығмет Нұрмақовқа 125 жыл толып отыр. Ол небәрі 42 жыл ғұмырында елбасына бақытты заман орнату жолында білімі мен ісін ақтық демі қылғанша арнап өтті. Жайық Бектұров атындағы облыстық жасөспірімдер кітапханасы қазақ халқының бостандығы мен тәуелсіздігі үшін күрескен көрнекті қоғам қайраткері Нығмет Нұрмақовтың өмірі мен қызмет үлгісінде жастардың бойында отансүйгіштік және азаматтық жауапкершілік сезімдерін қалыптастыру мақсатында осы бейне портретті ұсынады. Нығмет Нұрмақовтың халқына сіңірген еңбегі, оның өмірін тереңнен зерттеп, халыққа танытып, құндылықтарын сақтап, жетістіктерін ел құлағына жеткізіп отырған жиені еңбек ардагері, дербес зейнеткер Тамара Тағатқызы Смағұлова, Қарағанды мемлекеттік техникалық университетінің тарих ғылымдарының кандидаты, аға оқытушы, Қазақстан тарихы кафедрасының доценті Сәуле Сүйіндікқызы Қасымова және Нұрмақов атындағы облыстық мамандандырылған мектеп-интернатының музей қызметкері Рая Секелбекқызы Секелбекова ойларымен бөліседі. Сондай-ақ Нығмет Нұрмақов туралы зерттеулерді жазушы, публицист, журналист Жайық Бектұров еңбектерінен кездестіруге болады. Нығмет Нұрмақов бастапқыда ауылда ашылған орыс мектебінде білім алып, кейін Қарқаралыдағы 2 сыныптық орыс-қазақ училищесін бітірген. 1911 жылы Романовтар әулетінің патша тағына отырғанына 300 жыл толуына орай Омбы қаласында ауыл шаруашылығы көрмесі өтеді. Осы көрмеге Қу болысының атақты байы Ақайдың Қасені қатысады. Ол өзімен бірге хатшылыққа ұлттық дәстүрдің қыр-сырын түсіндіретін, аудармашылыққа орысша жетік білетін Нығмет Нұрмақовты ала келеді. Осы көрмеде Шоқан Уәлихановтың серігі Григорий Потанин мен Омбыдағы мұғалімдер семинариясының қызметкері, халықшыл демократ Александр Сидельниковпен танысып, кейін олар оның Омбы семинариясына түсуіне себепші болады. Омбы семинариясында оқып жүріп, сондағы білім алушы жастар Сәкен Сейфуллин, Мағжан Жұмабаев сынды бірегей тұлғалармен бірге Бірлік атты мәдени ағарту ұйымын құрады. 1915 жылы Нығмет Нұрмақов Қарқаралыдағы өзі оқыған орыс-қазақ училищесіне оқытушы болып қызметке орналасты. 1917 жылы күзде Дала одағы ұйымын құрды. Ұйым патшаның қазақтарды қара жұмысқа алу туралы жарлығына қарсы үгіт жұмыстары жүргізді. Көп кешікпей, Колчак үкіметінің орнауына орай кеңес таратылып, ол бір топ жолдасымен тұтқынға алынды. 18 ай түрмеде отырып, талай қиындықты басынан өткерген ол 1919 жылы желтоқсанда босап шықты. Нұрмақов 1920 жылдан бастап Қарқаралыда, сонан соң Семейде уездік, губерниялық атқару комитеттеріне бір қатар жауапты қызметтер атқарды. 1922 жылдың ақпан айында Орынборға ауысады. Алғашқы қазақ өлкелік партия комитетінде бөлім меңгерушісінің орынбасары болды. Сол жылы қазан айында өткен 3-ші бүкіл қазақтық кеңестердің съезінде Нығмет Нұрмақов Қазақ атқару комитеті төралқасының құрамына сайланып, оған республикалық жоғары трибуналды басқару жүктелді. Қазақ трибуналы 1923 жылы ақпанның 19-ында Советтік социалистік республика жоғарғы сотының қазақ бөлімі болып құрылған тұста төрағалыққа тағы да Нығмет Нұрмақов бекітілді. Ол 1922 жылдың күзінен юстиция комиссариатының алқа мүшесі ретінде оның мәжілістеріне тұрақты қатысып, әуелі прокуратура, кейін сот құрылысының қайнаған ортасында жүрген басшының бірі болды. 1923 жылдың мамырында оған юстиция комиссары міндеті жүктеліп, әрі сол жылдың күзіне дейін сот төрағасы қызметінде қалуының мәнісі оның іскерлігі мен мемлекеттік басшыларының ортасындағы қалыптасқан беделінде болса керек. Ол юстиция комиссары ретінде прокуратура және сот құрылысы ережелерін енгізді. Прокуратура және сот қызметкерлерінің білімін арттыру, білікті жаңа кадрларды қалыптастыру, оларды қызметке тұрақтандыру, жалақыларын өсіру, тұрмыстық жағдайларын жақсарту мәселелерін шешуде де оның табандылығының арқасында
біраз жұмыстар атқарылды. Нығмет Нұрмақовтың басшылығымен сот тергеу органдарында қазақ тілінде іс жүргізу қысқа мерзім ішінде жүзеге асырылды. Сот қызметкерлерінің барлық санының 60%-ға жуығын қазақтар құрады. 1924 жылы 9 қыркүйекте Нығмет Нұрмақов юстиция халық комиссары міндетін жаңа тағайындалған Ералинге тапсырады. Осының алдында ғана бұрын Түркістан құрамында болып, Қазақстанға қосылған Сырдария мен Жетісу өлкесінің бұрынғы басшыларына қызмет керек болғандықтан, осындай қызметтік ауыс-түйістер жасалған көрінеді. 2 айдай Нығмет Нұрмақов Қазақ өлкелік партия комитетінің үгіт және насихат бөлімінің меңгерушісі қызметін атқарып, сол жылдың соңында Совнаркомның төрағасы, қазіргіше үкімет басшысы болып тағайындалды. Содан 4 жыл, 4 ай, дәлірек айтқанда 1924 жылдың соңынан 1929 жылдың басына дейін Қазақстан халық комиссарлары кеңесінің төрағасы болды. Сол жылдардағы маңызды құжаттарда Нығмет Нұрмақовтың қолы бар. Сол кезде өнеркәсіп орындары игеріліп, Екібастұз, Қарағанды, Балқаш және басқадай ірі өндірістік қалалар салына бастады. Әйгілі Түрксіб темір жолының құрылысын салу қолға алынды. Осындай шешуші кезеңде үкімет басқарған Нұрмақов еліміздің экономикасын дамытуға көп үлес қосты. Қазақстанның астанасын алғашқыда Қызылордаға, одан соң Алматыға көшіруге атсалысты. Алайда 1929 жылы сәуір айында ол Мәскеуге кетуге мәжбүр болады. Оған себеп сол кездегі Қазақ өлкелік партия комитетінің бірінші хатшысы Голощекинмен арадағы принципті келіспеушілік еді. Ол Қазақстандағы Голощекиндік кіші октябрь революциясы идеясына ашық қарсы болды. Колхоздастыру кезіндегі асыра сілтеушілікке жол бермеуге тырысты. Бірақ оған шамасы жетпеді. Сол себепті Мәскеуге орталық комитеті жанындағы коммунистік университетке оқуға түсті. Оны бітірген соң бүкіл одақтық атқару комитеті хатшысының орынбасары әрі шағын халықтар бөлімін басқарды. Осы қызметті атқару кезінде Поволжье мен Сібірде жиі іс-сапарда болады. 1937 жылдың қуғын сүргініне Нығмет Нұрмақов алғашқылардың бірі болып ілінді. Кейін Алматыда, Қарағандыда Нығмет Нұрмақовтан тапсырма алып отырған Исаев, Асылбековтардың ұйымдары табылдымыз. Олардың орталықтағы басшы ұйымын Нығмет Нұрмақов, Тұрар Рысқұловтар басқарған болып шығады. Мұның бәрі әрине ойдан шығарылған болатын. Мәскеу архивінің анықтамасы бойынша Нығмет Нұрмақов 1937 жылы 3 маусымда Мәскеудегі пәтерінде тұтқындалып, 27 қыркүйекте айыбын мойнына алып, үштіктің үкімімен 15 минутта тағдыр шешіліп, 42 жасында атылды. Сталин қайтыс болғаннан кейін 1950 жылдардың екінші жартысында Нығмет Нұрмақов толығымен ақталды. Сүйікті жары Зүфнің 19 жыл өмірін тұтқын лагерлерінде өткізген. Тұңғыш қыздарын сол жылы жоғалтып алған. Ұлдары Ноян Нұрмақов Ұлы Отан соғысына қатысып, полковник шенінде отставкаға шығып, 1986 жылы Мәскеуде қайтыс болған. Зүфнің апай Алматыдағы туған туысқандарының ортасында 90-нан асып көз жұмған. Нығмет Нұрмақовтың жоғын жоқтап, барын түгендеп жүрген жиені, еңбек ардагері, дербес зейнеткер Тамара Тағатқызы Смағұлова Нығмет Нұрмақовтың 125 жылдығына орай «Аңыз адам» атты Нығмет Нұрмақовқа арналған кітап шығарды және өз пікірімен бөлісті. Тарихтың ерекше атыменен нартуға аңыз адам болып қалып отырған Нығмет Нұрмақовтың биылғы жыл 125 жылдығы аталып жатыр. Нығмет Нұрмақов өзінің тарихында өшпес із қалдырған дара нар тұрғанлық екендігін зерттеушілер неше жылдан бері айтып келе жатыр. Сол материалдардан, сол құжаттардан оқып, менің білгенім шындығында да артықтығы жоқ. Бұл
азаматтар Нығмет Нұрмақовты атағанда жүрегінің ыстық жүрегіменен атағандықтары нақты түсінгендіктері белгілі болып отырды. Нығмет Нұрмақов өз халқының тарихында өшпес із қалдырған. Ендігі жерде қандай қызмет атқарды дейтін болсақ, әуелі Қазақстан көлемінде Нығмет Нұрмақов барлық заң саласының іргетасын қалап, республиканың іргетасын қалаған бірден бір ерекше азамат екендігі айтылып отыр. Нығмет Нұрмақов юстиция комиссары, республика прокуроры, республика жоғарғы сотының төрағасы, және құқық саласының білгірі, құқық саласына көп еңбек сіңірген, жаңалық сіңірген, реформатор деп тарихта қалған азамат. Нығмет Нұрмақов бұдан басқа негізгі қызметінің мен қоса публицистік, журналистік еңбегі бір төбе. Бұл жөнінде өз алдына жазатын болса, бұл да бір тарих кітап. Соның кейінгі жерде Нығмет Нұрмақовтың Мәскеудегі өмірі туралы айтсақ, ол 29 жылдан 37 жылға дейін, яғни 37-нің қанды шеңгеліне іліккенге дейін керемет қызмет істегендігін сол замандағы бірге істескен қызметкерлері, достары, Кремльдегілері айтқанда, оның барлығы кітапқа, үлкен мақалаларға еніп, ал енді маған берілген азғантай уақытта мен оның бәрін айтып болмаймын. Сондықтан Нығмет Нұрмақов халқымыздың мақтанышы, Нығмет Нұрмақов тарихымыздан өшпейтін ерекше тұлға, дара тұлға, нар тұлға. Осы жолда біз Нығмет Нұрмақовты мақтан етіп, Нығмет Нұрмақовтың қызметін өзіміздің ұрпағымызға, жастарымызға сіңіре білсек, айта білсек, мінекей, сол біздің мақсатымыз. Ол мақсатты тарихшылар, жазушылар және журналистер атқарып жатқанға ұқсайды. Сондықтан біз не айтамыз? Ұлы баба Нығмет Нұрмақовтың аруағы әрқашанда биікте болып, Нығмет Нұрмақовтың жазған жазушылар ізіне түсіп, зерттеушілерге біз, туыстарымыз, көп рахмет, алғыс айтамыз. Өйткені олардың еңбегі архивте болды. Олардың еңбегі айталық жан жүрегіменен еңбек істеген. Олар айта кетсек, Рамазан Сағымбеков, Зарқын Тайшыбаев, Сәуле Қасымова, мінекей осы үшеуін айтсақ та жетіп жатыр. Көрнекті мемлекет және қоғам қайраткері Нығмет Нұрмақов 1895 жылы осы Қарағанды облысы Қарқаралы ауданында дүниеге келген. Нығмет Нұрмақов өткен ғасырда алаш зиялылары Әлихан Бөкейханов, Жақып Ақбаев, Әлімхан Ермековтермен қатар олардың ізін басып, үзеңгілесіп, сол алаштың идеясын жүзеге асырған ірі мемлекет қайраткері. Нығмет Нұрмақов осы алғашқы қызметін өзінің Қарқаралыда бастаған. Қарқаралы алаштың саяси отаны деуге болады. Ол жерде кезінде 1905 жылы Қарқаралы петициясын жазғандар Ахмет Байтұрсынов, Жақып Ақбаевтар болған, Әлихан Бөкейхановтар болған. Ал Қарқаралыда мектепте оқығанда Нығмет Нұрмақовтың ұстазы Ахмет Байтұрсынов екенін ескерсек, осының өзі оның Нығмет Нұрмақовтың алаш идеясынан сусындағанын көрсетеді. Омбы оқытушылар семинариясында білім алғаннан кейін, ол жерде ол Мағжан Жұмабаев пен Сәкен Сейфуллинмен оқыған. Одан кейін келіп Қарқаралыға келіп жұмыс істеді. Ал жалпы Нығмет Нұрмақовтың үлкен қоғамдық қызметі ол 1920 жылы Қазақ кеңестік социалистік автономиясы құрылғаннан кейін басталды.
22 жылдан бастап ол Қазақстанның жоғарғы трибуналдың төрағасы болды. 1923 жылы ақпан айында қазақ жоғарғы сотының тұңғыш төрағасы болды. Былайша айтқанда қазақ жоғарғы сотының іргетасын қалады деп айтуға болады. Ал енді осы 23 жыл мамыр айынан бастап әділет халық комиссары болды. Бұл кезең қазақ автономиясының қалыптасу кезеңі. Сол кезде мынау заң органдарының алғашқы заң құқық саласынан оқу орындарының ашуына үлес қосты. Заң деген енді бүкіл мемлекеттік қоғамның дамуының негізі ғой. Осы салада Нұрмақов өте үлкен еңбек сіңірді. Ал енді өмірінің үлкен кезеңі ол 1924 жылдың соңынан бастап 29 жылғы сәуірге дейін Қазақстанның үкіметін басқарды. Сол кездегі тәртіп бойынша халық комиссарлары кеңесінің төрағасы болды. Осы 5 жылдың ішінде Нығмет Нұрмақов Қазақстанның саяси, әлеуметтік, экономикалық дамуына үлкен үлес қосты. Мысалы айтайық, 1928 жылғы алғашқы оқу орнының ашылуы, университеттің ашылуы, Абай атындағы Қазақ педагогика университеті, одан кейін Түрксибтің салынуы, Астананың Орынбордан Қызылордаға, одан Алматыға көшірілуі, мал шаруашылығының дамуы, мал шаруашылығының 28 жылы 40 миллионға шейін жетуі осы мемлекет және қоғам қайраткері Нығмет Нұрмақовтың, Қазақстан үкімет басшысы Нығмет Нұрмақовтың арқасы. Нығмет Нұрмақов барлық қазақ зиялыларымен қоян қолтық олардың басын біріктіріп жұмыс істеді. Нығмет Нұрмақов коммунист, алайда ол коммунист болғанмен Алаштың идеясын жоғарғы ұстаған. Кезіндегі Алаш идеясы айтып кеткеннің барлығын осы өзінің қызметінде іске асырған ірі тұлға. Сондықтан Нығмет Нұрмақов қазіргі тәуелсіздіктің барлық негізін қалаушы тұлға болды. Жазушы, публицист, журналист Жайық Кәгенұлы Бектұров шығармашылығын құнды тарихи дерек көзінің бастарнасы деуге болады. Негізгі тақырыбы сталиндік қуғын-сүргін құрбандарының өмірі, қайраткерлігі, шығармашылығы болды. Қазақстанға жеткен жариялықтың алғашқы сәтінде 1988 жылы Қазақ әдебиеті газетіне ағалардың жазығы не еді? Нығмет Нұрмақовтың 90 жылдығына арналған көрнекті қоғам қайраткері, сонымен қатар омбыдағы орнатылған ескерткіш атты 1968 жылы Орталық Қазақстан газетіне мақалаларын жариялады. Мұнда кеңес өкіметін орнатқан, оның шаңырағына алғашқы оқты қадаған азаматтар Сәкен Сейфуллин, Бейімбет Майлин, Ілияс Жансүгіров, Тұрар Рысқұлов, Смағұл Сәдуақасов, Ораз Жандосов, Әбілқайыр Досов, Жанайдар Сәдуақасов, Қабылбек Сармолдаев, Нығмет Сырғабеков, Нығмет Нұрмақов сынды көптеген ағалардың ғибратты өмірінен, толымды ой-пікірлерінен мәнді көріністер жасап, көпшілікке ой салды. Осы мақалалар кітапханамыздың Жайық Бектұровтың кабинет музейінде әрқашанда алдыңғы қатарда атты тақырыптық топтамада сақталған. Қазақ еліне ықыласты әрі іргелес омбы жұртшылығы 1960 жылдардың орта кезінде 1967 жылы омбы қаласында осындағы оқытушылар семинариясында оқыған белгілі қоғам қайраткерлері біздің даңқты жерлестеріміз Сәкен Сейфуллин мен Нығмет Нұрмақовқа ескерткіш тақта орнатты. Сол салтанатты рәсімде Қазақстан жазушылар одағы атынан қатысып, омбылық көршілерімізге халқымыздың осынау адал ұлдарын ардақтағаны үшін алғыс айттық деп Жайық Бектұров көрнекті қоғам қайраткері атты өз мақаласында еске алады. Нығмет Нұрмақовтың азды көпті істері, оның есімі берілген Қарағанды топтамасындағы мамандандырылған мектеп-интернаттың музейінде топтастырылған. Музейге қарт ұстаз Қазақстан Республикасының оқу ісінің үздігі Жайық Бектұровтың бөлесі Елжас Тайлақұлының есімі берілген. Нығмет Нұрмақов атындағы мамандандырылған мектеп-интернатына көп жылдан бері оқушылар, ата-аналар, мектеп түлектері үшін мектеп мұражайы жұмыс істеп келеді. Мұражайдың көп бөлігі Нығмет Нұрмақовтың өмір жолына, халық үшін атқарған қызметтеріне, қоғамдық қайраткерлік жұмыстарына арналған. Нығмет туралы шыққан басылым беттерінде кітаптары жинақталған және мектептің қарт ұстаздары, түлектері жөнінде жинақтар жасақталып, арнайы жеке бұрыштары бар. Мұражайда көптеген жылдардан сан мың тарихы бар, 80-нен асқан білім ошағының тарихына үңіліп қарауға болады. Қаншама түлектерін басын қосып, шежіре сыр шертіп тұрғандай. Мектеп мұражайының көп еңбек сіңірген қарт ұйымдастырушы адам ретінде Елжас Тайлақұлының өмір жолынан да деректер бар. Мұражай Елжас Тайлақұлының атында аталады.
Себебі Елжас Тайлақұлының мұражайына сіңірген еңбегі зор. Ұзақ жылдар бойы мұражайдың ішіндегі материалдардың жиналуына белсене атсалысқан адам. Музейде Рымтай Қаппасқызы бірнеше жылдар бойы тарих пәнінің мұғалімі еңбек етті. Оның ішінде барлық құжаттарды жинақтауны көп мәліметтер жинауға атсалысқан адам музейді Рымтай Қаппасқызы Елжас Тайлақұлынан кейін әрі қарай қалыптастырды десе болады. Музейдің қабырғасына түрлі кездесулер, музей туралы қызықты деректер айту, семинар сабақтар музей қабырғасында үнемі өткізіледі. Жылда музейге көп назар аударылады. Мектеп ұжымы қазіргі таңда музейге үлкен күрделі жөндеу жұмыстарын өткізу үстінде. Биыл Нығмет Нұрмақовтың 125 жылдығына орай мектепте қызықты кездесулер, музей туралы мағлұматтар кеңінен насихаттау жұмыстары өрістетіліп қолға алынды. Өлді деуге болама айтыңдаршы, өлмей тұғын артына із қалдырған деп Абай жырлағандай, көрнекті мемлекет және қоғам қайраткері Нығмет Нұрмақов та соңынан мол мұра қалдырды. Алматы, Қызылорда, Қарағанды, Қарқаралы қалаларындағы көшелерге есімі берілді. Алматыда тұрған үйіне ескерткіш тақта, туған ауылында ескерткіш орнатылды. Халқым дегенде қоң етін кесіп беруге бар. Ұлтым дегенде жылынының сөлін сығып беруге даяр. Ел жанды, жер жанды азамат Нығмет Нұрмақов қашанда қазақ елінің құрметті азаматтарының қатарында қалмақ.